ne жақта қой бағып жүрмін. Жүріңдер, қойларымды көрсетейін. Сенің неше қойың бар? Менің 780-нен асқан қойым бар. Саған бағу қиын ба, қиын емес па? Жоқ. Ал сағат нешеде қойды бағасың? 9-да. Нешеде үйіңе айдайсың? 7:30-да. Кәні қойларын қаяқта? Ана жақта. Кеттік, онда барайық. Ана отырған сенің қойларың ба? Я. Тоқтайтыр, мен қойларымды қайтарып келейін. Сен қойларыңа не бересің? Шөп берем. Сосын? Үйге барған кезінде бидай берем. Кей кезде тоз берем. Біз атам, әжем, 4 үшеуміз қойдың сүтін ішеміз. Сүті пайдалы. Ол сиырдың сүтінен тәтті ма, тәтті емес па? Тәтті. Осымен бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Келесі видеоны күтуге дайын болыңдар.